Так, барлықтарыңызға сәлем, ассалаумағалейкум. Бүгін біздер жалпы P2P арбитраж бойынша сөйлесетін боламыз. Кішігірім сіздерді таныстыратын боламын. Осы саламен қандай артықшылықтары бар, қандай кемшіліктері бар деген сияқты. Сәл күте тұрайық, тағы да адамдар қосылғанын. Қаншадан қосылады екен? Біздер жалпы так. Давайте онлайн отқан адамдар болса, плюс қойып кетейік осы жерде барлығымыз. Қанша адам екен бір санап шығайын. О, кетті. Ой, біраз адам отыр екен ғой. Жалпы осы салаға қызығушылық танытып жатқан адамдар күн сайын өскеніне шыны керек өте қуаныштымын. Жалпы осы арбитраж саласын Қазақстанда алғашқылардың бірі болып үйретіп жатқандардың бірі мен шығар деген ойдамын. Қуаныштымын, осындай қанша жаңада результат келіп жатқанда, жаңаның өзінде осы вебинарға жарты сағат қалған кезде. Қосылды ма? Так, енді кішігірім осындай техникалық ақаулықтарға байланысты эфир қатып қалды. Қазір біз дәл жалғастыратын боламыз. Мына жерде көбісі паникаға кетіп қалып жатыр. Қатып қалды, қалай болады деген сияқты. Так. Трансляция барлықтарына қайтадан қосылды деген ойдамын. Так. Кішкене қатып отыр ойын, походу, әлі де. Так, сәл күтейік, достар. Сабыр сақтайық. Қазір шамамен 5 минуттың көлемінде барлығын қалыпқа келтіреміз. Сабақты бастаймыз. Бүгінгі сабақта күшті сыйлықтар сіздерге бергім кеп тұр, мүмкіндіктер бергім кеп тұр, сыйлағым кеп тұр деп айтсам да болады. Сондықтан да кішкене сабыр сақтап күтейік. Что-то интернет жоқ дей ма сонда?
Дәулет, сендерде интернет шамалы ғой дейді. Қосылды ма? Нормально болды ма? Бір тексеріп жібейік. Так, енді көрейікші. Менің даусым қатып жатыр ма, қатып жатқан жоқ па? Қатып жатса, қатып жатыр деп жазып жіберейік. Все, енді нормально болған сияқты ғой. Кәдімгі 24 минуттың бәрі осыған кетіп қалды. Кешірім сұраймын барлықтарыңызға. Қуаныштымын шыны керек. Интернеттің нормально болғанына. Сіздермен қайта тіл табысуға, жалпы мына комментарияларды оқып отырмын, бәріне жауап бергім келіп жатыр да. Бірақ жауап бере алмай жатырмын. Иә. Мына жерде руым кім дейді? Руым 4 қара, кіші жүз. 4 қаралары бар ма? Жалпы кіші жүз әлімдер бар ма? Так, кеттік онда жалғастырайық. Барлығымыз енді мұқият тыңдайық, достар. Біраз уақыттарды жоғалтып алдық, бірақ барынша сіздерге тез әрі қарапайым тілде түсіндіруге тырысатын боламын. Так, ең алдымен бізде мына слайдқа қарайтын болсақ, жалпы слайдта бізде арбитражбен айналысу арқылы айына 500 мың теңгеден жоғары қалай ақша табуға, соның 4 қадамы жайында айтамыз деген тақырып негізі. Жалпы ең алдымен мен өзімді таныстырып кетейін. Енді барлықтарыңыз мені тани шығарсыздар деген ойдамын. Танымасаңыздар бұл эфирға да кірмейсіздер деген ойдамын. Жалпы менің есімім Дәулет болады. Жасым 23-те. Қазіргі таңда жалпы криптовалюта әлемде жүргеніме біраз жылдар болып кетті. Қазіргі таңда осы P2P арбитраж саласынан айлық табысым шамамен деп айтайын 10 миллион теңгеден жалпы плюс-минус деп айтайын енді былайша айтқан кезде. Және де қазіргі таңда Binance биржасында проверенный мерчант деген статусым бар. Жалпы проверенный мерчант деген статус қазіргі таңда жалпы Қазақстанда бір 100-120 штук қана шығар. Соның бірі мен болып келем, және де менің қазіргі таңда осы оқыған, менен оқыған студенттердің қазіргі таңда 4-еуі жалпы мерчант аккаунтқа, мерчант статусқа жетіп жатыр. Әрине, ол мен үшін өте қуанышты жағдай. Так, қарап отырасың. Так, келесі, так, бәр руын жазып отыр, керемет. Кіші жүздер көп екен ғой мына жақта. Өзіміз екенбіз ғой, жалпы. Жарайды, онда жаңадай волноваться етпей дальше өткізе берейік. Енді бүгін реально жұмыс жасайтын схема жайларында айтып кететін болам. Жалпы арбитраждан 500 мың теңгені табудың 4 қадамын айтатын болам. Өзім қалай 10 миллион теңге табысқа шығып жүрмін. Және де арбитражбен айналысқанның қандай рисктары бар, соны айтатын болам. Және де новичоктар нені білу керек. Осы жер маңызды ақпараттар айтылатын болады. Және де сол арбитраждың артықшылықтары мен кемшіліктері жайында толық сөйлесетін боламыз, былайша айтқан кезде. Так. Неге арбитражник банкоматтар аралап ақша шығарып отырады, ақшаны шығармай абортты айналдыра беруге болмай ма дейді. Оны қазіргі алдымыздағы слайдтарды көрсететін боламыз. Не үшін екенін барлығын толығымен түсіндіріп кететін боламыз. Так, келесі слайдқа өтетін болсақ, эфирді соңына дейін қараңыздар. Эфирдің соңында жақсы ұсыныстар болады. Яғни тек қана жаңағыдай курс емес, бұл жерде нақты сіздерге бір дайындап отқан сыйлығымыз бар, жаңалығымыз бар, соны айтып кететін боламыз. Так, арбитраж туралы не білесіздер? Жалпы өздеріңіздің жауаптарыңыз жазып кетсеңіздер, кішігірім арбитражбен айналысып жүрген адам болса, жалпы өткені мен білем, арбитражбен жалпы қазіргі таңда көп адамдар айналысады, бірақ өздерінің жаңағыдай жолын таба алмай жүр да, былайша айтқан кезде. Қай жерден арзанға алуға, қай жерге қымбатқа сатуға. Біреулер айтып отыр, мына жерде стакан бірдей болып тұр, қалай не істеуге болады деген сияқты. Сондай сұрақтар көп келіп жатыр да. Енді осы жерде арбитраж туралы кім не біледі, және де арбитражбен айналысып жүрген адамдар бар ма? Бар болса, осы жерге жазып кетейік. Так, қанша теңге керек бастағанға? 500 мың жете ма дейді. 500 мың жетеді. Әрине жетеді. Мен өзім 300 мың теңгемен бастағам кезінде, шыны керек ше.
Так, обмен валют дейді. Так, жаймен жалпы адамдар уже P2P арбитражға түсінік қалыптастырып келатыр. Өйткені мен бірінші рет емес вебинар жүргізіп келатқаныма қаншама бастапқы вебинарларда P2P арбитражды кім біледі деген кезде жалпы біраз адамдар білмейтін тұғын. Қазіргі таңда барлығы біледі, тек қана жаңағыдай дальше жолын тауып кете алмайды да. Вот сол жағынан біз толығымен көмектесетін боламыз. Так, үлкен суммамен айналдыруға бола ма дейді. Я, әрине болады, Нұрболат. Так. Так, мерчант аккаунт бар ма арендаға дәке дейді. Бәрін табамыз ғой енді ма. Бәрін табамыз. Так. Енді мына жерде кішігірім жаңағыдай отзывтар. Так, сол арбитраждан тапқан мен студенттерімнің мына жерде 30 минутта $62, яғни 30 мың теңге, тағы не? 1 миллион теңгеден 4 кругтан 33 мың теңге, 2 миллион теңгеден 2 кругтан 100 мың теңге, 500 мың теңгеден 2 кругтан 18 мың теңге пайда, 1 миллион теңгеден 3 күнде 150 мың теңге таза пайда. Мына жерде енді менің студенттерімнің таза өздерінің жазып жатқандары, былайша айтқан кезде. Енді арбитраж дегеніміз не деген сұраққа мен енді өзім жауап беріп кетейін. Сіздердің жауаптарыңызды естідім. Әрине барлықтарыңызда кішігірім жаңағыдай ой қалыптасқан екен, оның барлығын сезіндім деп те айтсам болады. Так, енді мына жерде біздер жалпы арбитраждың не екенін түсіну үшін жалпы сіздердің қалаларыңызда обмен валюта бар, иә? Мысалы, долларды арзанға қабылдайды, қымбатқа сатады, былайша айтқан кезде. Ортадағы жаңағы айырмашылықта олар пайда қылып алады, былайша айтқан кезде. Енді бізде тоже криптовалютада да тоже арбитраж бар, яғни онлайн обменник бар. Оны біз P2P деп атаймыз. Яғни ол жерде біз белгілі бір криптовалютаны арзанға алып, қымбатқа сатамыз. Дәл обменниктің рөлін атқарып. Бірақ та енді бізде жалпы негізі жаңағыдай сыртта тұратын обменниктерден айырмашылығымыз, біз жаңағыдай будка жалдамаймыз, арендаға ақша төлемейміз, жаңағыдай адамдарды жалдамаймыз, команда жинамаймыз. Тек бір телефонды алып, сол телефонмен жұмыс жасаймыз. Және де ең бастысы ол клиент іздемейміз, клиент барлығы биржада дайын отырады. Яғни бұл жерде спросқа байланысты, яғни бізде қазіргі таңда P2P платформасынан криптовалютаны сатып алатын адамдар кімдер? Олар әрине трейдингпен айналысатындар, NFT-мен айналысатындар, көптеген жалпы криптовалютаның барлық саласымен айналысатын адамдардың барлығы осы P2P платформада өзінің криптовалютасын сатып алады ең алдымен. Яғни олар барлық жалпы криптовалюталық нарық P2P-ге спрос алып келеді. Соны ұмытпаймыз. Жалпы криптовалюта дегеніміз не? Криптовалюта дегеніміз ол жалпы қалай айтсам болады, қорғалған цифрлық немесе жаңағыдай электронды валюта деп айтсақ болады. Ол жалпы белгілі бір жаңағыдай блокчейн технологиясында негізделгендіктен оны үкімет немесе жаңағыдай орталық орган оны жаңағыдай манипуляция ретінде қолдана алмайды. Яғни бұл зашифрован деп айтсақ та болады. Бұл жерде сіздің қанша биткоиніңіз бар, сіздің қанша USDT-іңіз бар, оны ешкім біле алмайды, былайша айтқан кезде. Соны ескере білу керек. Мына жерде тоже сол жайында айтылған. Жалпы енді криптовалютаны не үшін қолданады? Жалпы оның көп, жалпы жаңағыдай не үшін қолданады, қалай қолданады, қандай мақсатта қолданады деген сияқты. Бірақ бір мысал ретінде айтып кетейін. Бізде осыдан 1 жыл бұрын Украинаға, бізде жаңағыдай Украинада білесіздер, бір Россия арасында кикілжің болған болатын. Сол кезде Украина азаматтары барлығы шетелге қашуға тура келген болатын. Ал ол кезде жаңағыдай белгілі сол елдің азаматтары қалтасына $10,000 артық ақша алып шығуына болмайтын тұғын. Өйткені ол ақшаны алып шығатын болса, ол ақшаны қайдан алды деген сияқты декларация, жаңағыдай происхождение денег деген сияқты документтер жинау керек болатын. Олар не істейді? Олар өздерінің долларларын цифровой доллар, яғни USDT-ға алмастырып, соны шетелге барып обналичка жасайды мысалы. Яғни ортада уже криптовалюта ойнап кетіп тұр. Яғни криптовалюта адамға көмектесіп тұр да, былайша айтқан кезде. Сондай сияқты мақсаттарда қолданады. Ақша шешкенде комиссия ұстамай ма дейді. Әрине, егер сіз белгілі инструкциямен жұмыс жасамайтын болсаңыз, комиссия ұстайды, бірақ та біздің жалпы схема арқылы банктерден қалай
банкоматтардан без процентна, ешқандай процентсіз ақша шешуге болады, соның барлығын көрсететін боламыз. Так, мына жерде жалпы өздеріңіз білесіздер, әлемнің түкпір-түкпірінде жалпы криптовалютаны барлық жерде қолданады. Еуропада жалпы бүкіл затты криптовалютаға сатады, сатып алады. Жалпы ол жақта да спрос өте көп. Қазір бізде Қазақстанға енді келіп жатыр, толығымен жәймендеп қалыптасып келе жатырмыз. Енді біздер биржаға келетін болсақ, бізде Қазақстанда өздеріңізге барлықтарыңызға мәлім Binance биржасы өзі 2017 жылы қаланған деп айтсақ та болады. Негізі бұның основателі Чан Пенжао деген кісі біздің Тоқаев мырза президентімізбен 2022 жылы Қазақстанның жаңағыдай экономикалық дамуына керекті келісімшарттарға қол қойған болатын. Және де сол уақыттан бастап Binance биржасы Қазақстандағы өзінің официальный лицензиясын алған болатын. Бұл өте маңызды сәт. Әрине біз оның алдында да жұмыс жасап жүрдік, бірақ қорқынышпен әрине. Бірақ қазіргі таңда жалпы Binance биржасы ресми жұмыс жасағандықтан уже банктер звондауды қойды, жаңағыдай банктер кішігірім қыспаққа алатын бұрын. Қазір уже ондай жоқ, былайша айтқан кезде. Так, арбитражбен айналысып жүрген адамдар болса, давайте плюс қойып кетейікші осы жерде. Қазір арбитражбен айналысып жүрген адамдарды жалпы санап көрейік, қанша адам екен. Так, Дәулет мырза, осы сұраққа жауап бересіз бе? Арбитражды жаңадан айналысып бастап жатыр. Адамдардың келуіне байланысты арбитраждан нарық пайда қалмай қалуы қаупі бар ма Қазақстанда дейді. Енді қараңыз, жалпы арбитраж дегеніміз ол былайша айтқан кезде глобальный ұғым ғой, былайша айтқан кезде. Ол тек қана сіз ойлап тұрсыз да Қазақстанда отырып жаңағыдай мына жерден алам, мына жерге сатам, мына жерден алам, мына жерге сатам, и оның кислороды жабылады, мен дальше не істеймін. Жоқ, келесі жол шығады. Уже мысалы, например, мынандай нәрсе ғой. Бізде әлемде жалпы всегда нестабильно да, былайша айтқан кезде. Мысалы, алдыңғы жолы бізде Украинада доллардың бағасы көтеріліп кетті, Қазақстанда түсіп кетті, например. Сол кезде Қазақстаннан алып Украинаға саттық, мысалы. Яғни барлығы таразы сияқты да, осылай. Яғни бұл жерде тек біз айырмашылықтан пайда көреміз. Біріншіден ол. Екіншіден, жалпы конкуренция егер бұл нәрсеге қатты әсер ететін болса, Қытайда 1 миллиардтан астам адам тұрады. Енді Қытайдың нарығын қараңыз. Қытайдың нарығында жалпы негізі Қытайда бізде криптовалюта запрет қойылған. Соның өзінде Қытайдың нарығын қарасаңыз, сұмдық адамдар отыр. Мысалы, например. Енді мен оған қатты бір әсер етеді деген деп ойламаймын. Міне, мен постоянно клиент болып жүрмін, Россия ақша аудару үшін дейді. Осы жерде қараңыздар, достар, біздер көбісіміз ойлаймыз да, жаңағыдай арбитражда бір белгілі жаңағыдай бір инструкция беріледі, сол инструкциямен жұмыс жасаймыз, болды, солайынан ақша тауып мәңгілік жүре береміз. Жоқ, бұл жерде кішкене басты қозғау керек. Яғни қандай мақсаттарда қолдансам болады деп. Мысалы, например, менің де бір студентім айтқан болатын, жаңағыдай бір жаңағыдай жолдас баламның ағасы Дубайға ақша жіберу керек болды дейді да. И ол жібере алмай жүрді дейді. Сонымен маған хабарласты, мен тұрдым да айттым, короче, мен сен доллар берсең, мен USDT берем, USDT-ді анаяққа жібересің, бірақ мен 2% өзімне алып қалам деді. Ағасы келіскен, и қазір оның постоянный клиент болып кеткен да ол. Күнделікті 2%, қанша сумма, 20 мың, 30 мың доллардан қанша сумма осыған нормальный сумма көтеріп отыр да. Сондай сияқты ол тек қана бір жаңағыдай бір схемаға жатып алу емес, әртүрлі схемаларды ізденісте болу, және сол ізденіс, жалпы сол схемаларды қалай табу керек, оның барлығын біз курстың барысында айтатын боламыз, былайша айтқан кезде. Так, $1 20-30 теңге дейін артық төлеп жүргем дейді. Алмас деген кісі сөйтіп жазыпты. Әрине, енді сіз қазір сол нәрсені 20-30 теңгеге арзанға өзіңіз алсаңыз да болады, жалпы өзіңізге тиімді болады, өзіңіздің бизнесіңізді дамытуға, және де плюс өзіңізге пайданы қалтаңызға салып аласыз, былайша айтқан кезде. Енді өзім айналысып үйренсем ба дегем дейді. Керемет, керемет. Так, енді мына жерде барлығы плюс қойып жатыр екен. Керемет. Енді мына жерде мен кішігірім жаңағыдай нем ғой, демалысым ғой. Дубайда демалып жатқаным, Дубайда Apple компаниясынан бірінші рет жаңағыдай продукты алып жатқаным,
сондай сияқты. Енді жалпы енді арбитраж дейтін бір керемет нәрсе ғой. Әлемнің кез келген жерінде жүріп, кез келген уақытта ақша табу да, былайша айтқан кезде. Мен ертең бұйырса бір контент түсіргім келіп жатыр, жаңағыдай бір кафеге барам да, отырам да, сол жақта тамақ жеп аламын да, сосын арбитраж арқылы ақша табамын да, сол моментте төлеп тастайтындай қылып. Бұйырса сол контентті күтіңіздер, қызық болады деген ойдамын барлықтарыңызға. Осы арбитражбен айналысу арқылы енді шыны керек миллиондаған обороттар жасап, жақсы пайдаға шықтым. Мені осы тұрғандағы состояниемді арбитраж жасап тастады деп айтсам болады. Шыны керек, бүгін егер менің сторисімді көрген болсаңыздар, мен тоже офлайн, Алматы қаласында офлайн оқушым өзінің алғашқы машинасын, яғни 12 миллион 900 деп айтты ойдым, қателеспесем, сондай бағаға өзінің салоннан машинасын алды. Қуаныштымын, құттықтаймыз. Әрине оны сайтқа енгізіп үлгермей қалды, өткен жаңа ғана жаңалығымен бөлісіп атты. Так, енді мен жалпы арбитраж саласын неге таңдап отырмын, неге таңдадым, неге осы жолға келдім. Өйткені жалпы криптовалютада сала көп қой, жаңағыдай трейдинг, NFT, жаңағыдай фарминг, стейкинг деген сияқты. Бірақ та неге арбитраж, былайша айтқан кезде. Енді бірінші ол әрине стабильный доход. Бұл жерде жаңағыдай трейдингтағыдай бір күні пайдада, бір күні қадалып қалу, бір күні пайдада, бір күні қадалып қалу деген жоқ. Бұл жерде стабильный доход. Одан кейін екіншісі жаңа трейдингті айтып отырмын, біресе көтересің, біресе қадаласың да, короче. Бұл жерде жаңағыдай стабильный доход болғасын, сенде риск аздау болады. Және де карьерный рост бар. Карьерный рост деген сіз Binanceға тіркелесіз, тіркелгеннен кейін сіз новичок аккаунт боласыз. Одан кейін сізге жалпы жаңағыдай мерчант статусын береді, бірнеше уақыт жұмыс жасағаннан кейін. Және де қазіргі таңда нарық бос деп айтсақ та болады. Көбісі ойлайды, жаңағыдай Қазақстанға адам көбейіп кетсе қалай болады? Жоқ, выходын табуға болады. Және де ең бастысы осы рискке байланысты, бұл біздің жалпы алып сататын монетамыз ол долларға байланған. Яғни доллар 460 теңгені құрайтын болса, оның да бағасы сол шамада болады. Яғни бұл жерде сіздің жаңағыдай криптовалютаңыз құлап кетеді, көтеріліп кетеді деген ондай жалпы волатильность жоқ. Енді біз товарный бизнеспен салыстырып көрсек, енді көбісіміз былайша келген кезде, мен өзімде шыны керек, өзімнің жаңағыдай әке шешем бұл саланы басында шыны керек мойындаған жоқ. Бір жаңағыдай бір нәрсемен айналысып жүр деген сияқты қылып. Бірақ та мен мерчант аккаунтқа жеткен кезде жалпы анам айтты, мен сені қазір уже бір бизнесмен ретінде көремін деп. Өйткені қазіргі таңда мерчант аккаунттың құны нарықта 5 миллион теңгені құрайды. Енді көбісі енді айтады ғой, бізде жаңағыдай онлайн заработыкты ондай серьезно қабылдамайды да. Ал жаңағыдай бір магазинді ашасың 20 миллион теңгеге, сөйтесің де одан айына 1 миллион теңге пайда алып отырасың да, оны нормально көреді жұрттар. Ол дегеніміз айына 5% қой, былайша айтқан кезде. Енді сіз арбитраждан айына кем дегенде 30% таба аласыз да. Мысалы, например, енді айырмашылыққа келетін болсақ, товарный бизнесте сіздер біріншіден аренда аласыз. Яғни помещение аренда аласыздар, сотрудник аласыздар, оның зарплатасы бар. Одан кейін жаңағыдай сіздер затты алып келесіздер, ол зат сатылмай қалуы мүмкін. Және де ол зат вообще жаңағыдай бренд, яғни трендтен кетіп қалуы мүмкін. Мысалы, мына кофтаны алып келесіз, ол кофта 1 ай, 2 айдан кейін, 3 айдан кейін, даже 1 жылдан кейін трендтен кетіп қалады. Бұл просто қалып қояды, былайша айтқан кезде. Одан кейін жаңағыдай доставкасы бар, клиентпен сөйлесу, в общем, клиент табуың бар. Жалпы заморочкасы көп. Сондықтан да ол жаңағыдай 5, әрі кетсе 10% береді да, мысалы келетін болсақ. Ал арбитражға келетін болсақ, саған ешқандай сотрудник керек емес, арендаға алмайсың, команда жинамайсың. Телефонды алдың, кірдің, айналыса бересің. Және де жаңағыдай өзің основной жұмысың болатын болса, сол основной жұмыспен бірге алып жүруге болады. Және де жаңағыдай қандай бизнес ашсам болады екен, жаңағыдай қандай ниша таңдасам болады екен деп ойланбайсың да бұл жерде. Өйткені бір криптовалюта да, соны аласың, сатасың. Болды да, короче, былайша айтқан кезде. Керемет нәрсе деп ойлаймын мен өз басым. Просто осындай мен ойлаймын да, арасында өзі жаңағыдай ойланып кетесің ғой, ойға тұнып кеткен кезде жаңағыдай, блин, егер маған шыны керек, мен осындай вебинарға кірсем, осындай мүмкіндікті көрсем депше, сразу мен алатын едім депше, осы оқып алатын едім деп. Өйткені мен шыны керек 2017-18 жылдары қатты армандайтын мандай бір болады ондай успешный адамдар ше, жаңағыдай жолдар болып кететін, сондай адамдардың қастарында жүрсем екен, всегда андай трендке кіріп кететін ше.
сондай адамдардың қастарында жүрсем екен, жаңағыдай барынша солардың арттарына ілесіп бірдеңелерді жаңағыдай жасасам екен деп Алла тағала өзі алып келді, осы P2P арбитражбен таныстырды, көрдім, үйрендім, қаншама қателіктер болды, қаншама жаңағыдай қиындықтар болды, ақшаларымнан айырылдым. Әрине оның барлығы жаңағыдай көз соқырмен кіріп кеткендіктен мен ешкімнен үйренген жоқпын ол кезде. Бірақ сол опыттардың барлығы, сол жаңағыдай қиындықтардың барлығы қазіргі таңда менің тәжірибем мен біліміме әкеліп тұр, былайша айтқан кезде. Енді бұл жерде жаңағыдай рискқа келетін болсақ, және де айырмашылыққа келетін болсақ, мысалы трейдингта бізде экономика, график, жаңалықтарды зерттеуіңіз керек болады. Яғни сіз трейдингке кіріп, мысалы, например, трейдингқа кіресіз та, так, походу биткоин көтеріледі-ау деп не қыла алмайсыз. Ол жерде сіз анализ жасау керексіз та, қалай, не үшін көтеріледі, не себеп деген сияқты. Ал бұл жерде ондай ешқандай анализ жоқ. Бұл жерде таза механика, кішкене басты жұмсайсыздар, әрине. Қозғау керек басты, любой жерде қозғайсыздар ғой енді. Физика тоже кейбір кезде керек болады, жаңағыдай банкоматқа барып ақша шешкен кезде деген сияқты. Сондай айырмашылықтары бар енді. Енді қазіргі таңда барлықтарыңызда мынандай сұрақтар бар шығар, мен оқып берейін. Арбитражда қалай ақша табамыз, қандай рисктер бар, қалай үйренуге болады, не істеу керек ақша табу үшін, бастау үшін қанша ақша керек, қандай схемалар бар, арбитражда ақша табу үшін мен не білуім керек деген сияқты, ақшамды жоғалтып алмаймын ма деген сияқты сұрақтар өте көбейіп кеткен шығар. Енді бұл сұрақтардың жалпы жауабын қазір айтамын, мұқият тыңдаңыздар. Жалпы арбитражда ақша табудың схемалары қандай? Ең алдымен ол биржаға тіркелу, верификациядан өту және де қауіпсіздікті нығайту. Яғни сіз биржаға тіркелгеннен кейін белгілі бір қауіпсіздіктерді орнату керексіз, өйткені сіздің биржаңызды взломать етіп алып кетуі мүмкін. Сондықтан да толығымен қауіпсіздендіру керек. Қауіпсіздендіріп болғаннан кейін уже сіздер тек қана бір биржа емес, 3-4 биржаға тіркелесіздер, сенімді деген. Мен мына жерде қалдырып кеттім, Huobi, Bybit және де Binance биржалары бізде қазіргі таңда ыңғайлы, сенімді, қауіпсіз биржалардың қатарына кіретін биржалар. Так, одан кейін банктерден счет ашу керек болады. Белгілі банктерден счет ашасыз, сол банктер арқылы уже ақшаларыңызды айналымға салмас бұрын ең алдымен бізде схеманы табу керек та, связка табу керек. Яғни сіз жалпы білесіз ба, жалпы арбитраж бірнеше жалпы бөлімдерден тұрады. Ең бірінші бөлім ол внутри биржевой деп аталады. Внутри биржевойда біз белгілі бір биржаның ішінде ғана жұмыс жасаймыз. Мысалы, Binance биржасын алдық, сол Binance биржасының ішінде алып сату жұмыстарын айналысамыз. Одан екіншісі бар, межбиржевой деген. Мысалы, например, жаңа Huobi, Bybit деп атыр. Мысалы, Bybit'тен алдыңыз, Binance'қа саттыңыз. Яғни Bybit'те кейбір кезде USDT-дің бағасы арзан болуы мүмкін, Binance'та қымбат болуы мүмкін. Дәл осылайынан айырмашылықты ұстап отырасыз. Үшіншісі международный. Яғни мысалы сіздің жаңағыдай Россияда танысыңыз бар, сенімді танысыңыз бар, мысалы, екеуіңіз келісіп алып, мысалы, мен яқтан саған USDT беремін, сен соны сатып Қазақстанға жібересің деп сөйтіп айналдырып отыра берсеңіздер де болады былайша келген кезде. Дәл солайынан жалпы арбитраж қалыптасады, связкасы қалыптасады былайша айтқан кезде. Так, одан кейін связканы таңдағаннан кейін криптовалютаны сатып аласыздар, сосын сол связкаға байланысты сатасыздар. И болды. Уже сіздерде бірінші пайда дайын тұр былайша айтқан кезде. Енді көбісі ойлайды шығар жаңағыдай осы арбитраждан жалпы қанша табуға болады деп. Мен енді точно ештеңе айтпаймын. Қанша табу әркімнің өзіне байланысты. Өйткені жалпы маған мынандай сұрақта келеді. Арбитражды қанша уақытта үйреніп алуға болады дейді. Тоже әркімге әртүрлі. Біреулер бар 3 күнде үйреніп алады. Біреулер бар бірінші күні отырып алып бәрін сұрап үйреніп алатындар бар. Біреулер бар 1 аптада үйреніп алатындар. Дәл сондай сияқты пайда табу жолы да сондай. Мен сондықтан да минимально 30% деп қойып қойдым. Яғни мен студенттерім бар, 60% жасап отқан, 100% жасап отқан, 30% жасап отқан, 40% жасап отқан. Сондықтан да оны бүкіл адамды бірдей көре алмаймыз да. Сондықтан да ондай статистика жасау мүмкін емес. Әрине толығымен белгілі бір схемалармен жұмыс жасайтын болсаңыз 200%-ке дейін апаруға болады. Енді мысалы біздің сол 22 жылы қателеспесем август айларында сол немен Украина связкасымен жұмыс жасаған кезде біз даже 300%-ке дейін апарған шығармыз. Мысалға сондай сияқты. Мысалы, мынау мен студентім 9 минутта 25 мың теңге пайдаға шыққан. Мына жерде 30 минутта 30 мың теңгеге пайда шыққан. Одан кейін жалпы
500 мың теңгеден қанша жасауға болады? 500 мың теңгеден жалпы негізі шамамен 10-15 мың теңгеде жасауға болады. Әрине сложный математика арқылы, яғни күнделікті пайдаңызды депозитке салып айналдырып отырасыздар. Солайынан сіздер жалпы жақсы нәтижеге жетсеңіздер де болады, былайша айтқан кезде. Бірақ та кейбір нюанстарды білу керек, әрине. Ол нюанстарды обязательно новичоктар ғана білу керек. Егер опытный адамдар болатын болса, оның барлығын біледі деген ойдамын. Бірақ новичоктар болатын болса, ең алдымен бірінші инструкциямен жасауды білу керек. Одан кейін кішкене көбірек уақыт бөлу керек, мықты связкасы болу керек, рисктерді ескеру керек, және де мықты маманнан үйрену керек. Мен ойлаймын, мына 5-ші пункт өте маңызды деп. Өйткені жалпы мына 4 пунктты білген күннің өзінде де сен сұрайтын адам болмаған, ол өте қиын. Бізде де жалпы кезінде жаңағыдай бірнеше связкаларды сатып алып сөйтіп жүрген кезде жаңағыдай бірақ сұрайтын адам жоқ та. Жол көрсететін адам жоқ та. Түбі қадалып қаласың да, короче. Ол өте қиын нәрсе жалпы. Енді қандай рисктер бар? Мошенниктердің бірнеше схемалары бар, жалпы өздері қолданатын, сол схемаларды көрсететін боламыз, және де сол мошенниктерден барынша алыстау жүресіздер, уже бірінші рисктен алыс жүресіздер. Және де дұрыс есептемеу, және сол жалпы ортадағы пайданы қалай дұрыс есептеу керек, соның барлығын тоже үйрететін боламыз. Үшінші пункт, мына жерде енді мына бірінші, екінші пункт ондай қатты маңызды емес шығар деп ойлаймын. Үшінші пункт өте маңызды. Өзіме ақ үйреніп аламын мен дейді. YouTube-та ашам, өзім үйреніп аламын дейді. И соны істеген сәтте, мынау бірінші және екінші қателікке жолығады ғой. Өзім үйреніп аламын деген кезде мошенникке жолығады, одан кейін жаңа дұрыс есептемейді, сонымен қадалып қалады да, арбитраж, лохотрон деп айтады ғой, былайша айтқан кезде. Сондай сияқты нюанстары бар әрине. Өздеріңіз жасайтын болсаңыздар, үлкен біріншіден уақыт жоғалтасыздар, жалпы жаңағыдай табыс табатындарыңызға гарантия жоқ, нерв, денсаулықтарыңыз кетеді. Жалпы жаңа айтып кеткендей бағыт-бағдар беретін адам болмайды. Так, менің Ернұр деген студентім, 3-ші поток, жаңағыдай, мен енді ең потолок осы менің студентім деп өзіне машина алған деп отырған кезде, жаңа 1 сағат бұрын маған 12 миллион 900 мыңға машина алдым деген кезде, вот енді потолок болды деп отқам. Рахметін айтып не қылып жатыр, онлайн оқушым менің. Одан кейін Нұрболат бізде мерчант статусын алған. Тағы да айтам, мерчант статусы нарықта 5 миллион теңге тұрады, бұл өз еңбегімен алған. Қазір бұл мерчантын 5 миллионға сатып жіберемін десе, қазірақ кетіп қалады, былайша айтқан кезде. Так, Аза деген студентім, тоже мерчант, 8-ші поток онлайн. Мынау тоже студенттерімнің результаттары. Егер де менің студенттерім құсап, жалпы нәтиже көрсеткісі келетін адамдар болса, осы жерде плюс қойып кетейікші. Так. Давайте плюс қойып кетейік. Так. О, сұмдық. Плюстарды қараса, ё-майо. Кетіп жатыр ғой плюстар. Керемет. Так, онда мен сіздерге жалпы жақсы ұсынысым бар. Ұсынысқа келмес бұрын мен жақсы бір жаңалығымды айтып кетейінші. Жалпы мен шыны керек P2P арбитраждан курс жариялағаныма біраз уақыт болып қалды, бірақ та мен бұндай нәрсені жасаймын деп ойлаған жоқпын. Көбісі жазып жатыр, жаңағыдай көптеген адамдарға мотивация болатын бірдеңе жасасаңызшы деген сияқты. Мен ойлана келдім де, не істеуге болады дедім. Жаңағыдай бір адамға онлайн немесе офлайн жаңағыдай бір орын берсем қалай болады дедім. Бірақ кеше то же самое жаңағыдай бір психологпен сөйлескен кезде жоқ, олай болмайды дейді да, жаңағыдай. Ол тегін нәрсе, құны жоқ болғандықтан оны ешкім бағаламайды дейді да, былайша айтқан кезде. Сондықтан да олай істеме дейді. Сен керісінше оларға сол курсты алғаннан кейін мотивация беретін нәрсе істе дейді да. Сонымен ойланып келдім да, давай мен потолок істейін дедім да. Мен, короче, жалпы менің студенттерімнің арасынан осы бір айдың көлемінде жақсы нәтиже көрсеткен адамдардың ішінен 5 адамды таңдаймын да. 3 адамға AirPods,
бір адамға iPhone 14, бір адамға Дубайға жолдама бергім келіп отыр. Енді бұның өзі аз емес деп ойлаймын, бірақ үлкен мотивация деп ойлаймын барлықтарыңызға. Курс оқисыздар, демалып қайтасыздар, iPhone аласыздар, AirPods аласыздар. Жалпы тек қана дүние үшін емес, сразу айтайын, дүние үшін емес. Бұл жерде ең қымбат сыйлық менің сіздерге беретін ол білімім деп біліңіздер. Яғни осы білім арқылы сіздер өздеріңіздің болашақтарыңызды жасаймын деп келулеріңіз керек та. Мен жаңа Дубайға жолдама ұтып алуым керек, ананы бүйтуім керек. Бұл тек қана қосымша мотивация ретінде сіздерге берілген зат деп түсініңіздер. Так. Оффлайнға орын бар ма дейді. Оффлайнға орын жоқ, өкінішке орай. Қазіргі таңда тек қана онлайн форматтағы курсқа орын бар, достар. Так. Енді мен жаңа айтып отырмын, осы сфераға келген кезде біраз қадалып, жаңағыдай көтеріліп, қадалып, көтеріліп, біраз білім мен тәжірибе жинап келдім. Сол тәжірибелерді қосып P2P арбитраж деген курс ашып жатырмын. Бұйырса бізде онлайн және де оффлайн форматта білім болады. Және де сразу айтып кетейін, оффлайнға бізде орын жоқ, бірақ та келесі потокқа бізде келесі поток 2 май күні болады. Сол кездегі потокқа оффлайнға орын бар, былайша айтқан кезде. Бірақ қазіргі таңда тек қана онлайн форматта, ертең 20-сы басталатын курста бізде тек қана онлайн форматта орын бар. Бірақ та көбісі жаңағыдай 2 майды күтпей біз тез ақша тапқымыз келіп жатыр деп не қылып жатыр ғой. Енді онлайн оқысаңыздар болады. Екеуінің айырмашылығы жоқ, жалпы. Білмеймін, енді көреміз бұйырса. Біз сіздерді жалпы қалай дайындаймыз, қандай модульдармен дайындаймыз. Мен кішігірім ауырып отырмын, ренжімейсіздер, жаңағыдай тұмауратып отырмын. Бірақ барынша сіздерге бүгінгі запланировать еткен вебинарды өткізіп толығымен сіздерді таныстырғым келіп отыр. Бірінші модуль біздерде биржалармен танысу болады. Және де ол жақта биржаларға қалай тіркелу керек болады, қалай жалпы қауіпсіздіктерді орнатамыз деген сияқты тақырыптарды қозғайтын боламыз. Екіншісі бізде P2P площадкамен танысу толығымен. Одан кейін яғни мерчантқа қалай тез жетуге болады. Көп енді тақырып дейтін 40-тан астам видео бар ғой енді, былайша айтқан кезде. Карталармен жұмыс. Бізде мына жерде карталармен жұмыста жаңағыдай банкоматтардан қалай безлимитті ақша шешуге болады, соның барлығын толығымен түсіндіреміз ғой. Одан кейін бізде 4-ші модульда негізі мошенник деген тағы бір модуль ашып жатырмыз. Яғни мошенниктерге бөлек тағы бір модуль, яғни толығымен қандай мошенниктің түрлері бар, оларға қалай алданбау керек, қалай не істемеу керек, барлығын толық түсіндіріп айтамыз. Сонымен 5-ші модульда біз связкаларды көрсететін боламыз. Полный арбитраж жағында 3 түрі бар деп айттым. Внутрибиржевойға бір связка, межбиржевойға бір связка, және де международныйға бір связка шығарып қоямыз. Және де сол связкаларды қалай табу керек, соны да үйрететін боламыз. Және де сіздердің нәтижеге шығуларыңызға қосымша Telegram каналға доступ болады, жаңағыдай общий чатқа. Ол жақта бүкіл поток отырады, бір-бірлеріңізбен сөйлесіп, ақылдасып отырсаңыздар болады. Одан кейін сіздердің кураторларыңыз болады, онлайн чат, Zoom кездесу болады бізде. Және де форс-мажорский ситуацияларды жаңағыдай кураторларыңыз сіздерді көмектесіп сопровождение жасайтын болады. Сопровождение бізде 1 айға болады. Енді осындай ауқымның курстың жалпы бағасы бізде онлайн форматта 300 мың, оффлайн формат 600 мың теңге тұрады. Онлайн формат жалпы оффлайн форматқа орын жоқ, сразу айтып кетейін. Онлайн форматта 300 мың теңге, сабаққа 3 ай доступ, жалпы керемет мүмкіндіктер. Енді қазір мен сіздерге орталарыңыздан 30 адамға жалпы мен онлайн жалпы 30 адамды қабылдағым келіп тұр, былайша айтқан кезде. Қазір мен реквизит тастадым осы жерге. Осы реквизитке 10 мың теңге предоплата жіберіп, қазір Ильяс жоғарыға номер жазып кете салшы. Осы 4400 4302 1230 8404 деген нөмірге, сау бол, 8404 деген Каспий нөмірге 10 мың теңге предоплата жібересіздер, и жоғарыдағы қазір нөмір тастап кетем, соған WhatsApp-қа жазасыздар. Так, қазір. Так, 707 379 69 80.
707 379 69 80. 707. Так, жоғалтып алма. 707 379 уже 10 теңгелер келіп жатыр. 379 69 80. 80. 379 69 80. Иә. Так, достар, сосын айта кететін нәрсе, мына жоғарыда номерде Каспиге кіріп, мына нөмірді жазбаймыз. Мына 44 00 43 02 12 30 84 04 дегенге 10 000 теңге предоплата жібересіздер, және де мына жоғарыдағы номерге чекті жібересіздер WhatsApp арқылы. Сөйтіп, онлайн курсқа жалпы бронь жасайсыздар. 30 адам тек. Уже 2 адам оплата жіберіп қойды, яғни 28 адам қалды. Санап өтші, брат, я? Так, әр қайсысына бір куратор ма дейді. Онлайн курс па дейді. Я, онлайн курс. Оффлайн орны неге шектеулі дейді. Өткені өтте көп сұраныс болды оффлайнға. Қазіргі таңда енді өтте көп адам жазылып жатыр. Сондықтан да енді келесі потокқа так 27 орын қалды, санап отырасың ғой. Так. Келесі потокқа оффлайн жазылғандар онлайнға да доступ алады ма дейді. Я, онлайнға да доступ алады. Алпамыс оффлайнға бір орын бар ма дейді. Екінші майға ғана бар. Онлайн 300 000 теңге, я. Және де достар, айтыға кететін нәрсе бар. Рассрочка бар. 12 айға толығымен рассрочка арқылы төлесеңіздер де болады. Жалпы. Так, я 10 минутқа 22-ден 10 кеткен кезде жабамыз ғой, полный. Так, 4-ші оплата кетті. 26 орын қалды. Так, қысана жүрейін мен, тағы да кейіп атыр оплаталар ше. 6, 7 кепті. 23 орын қалды осында. Тағы біру келді. 22 орын қалды ма? Керемет. Так. Ақшаға шектеу бар ма дейді. Жоқ, ешқандай шектеу жоқ. Халықбанк арқылы төлем жасалмай жатыр дейді. Халықбанк арқылы 150 теңге комиссия арқылы деп. Так, табыру келді. 21 адам қалды. Сана өтші бір, шатасы отыр, миым ашып кеткен ғой. Так, онлайн түсінбей қалып жүрмейміз ба дейді. Енді онлайн студенттер бізде машина алып атқан кезде сіз түсінбей қалсаңыз, білмеймін мұнда. Так, 8 минут қалды, достар. 21 орын қалды. Так, пока сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Жалпы P2P арбитражға байланысты любой сұраққа ашықпын. Қандай сұрақ болсын, барлық сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Так, тағы біру келді, 20 орын қалды. Тағы бір орын келді, 19. Тағы біру келді,
ойбай. Так. 18 болды ма? Тағы бір келді. 17 болды. Дайын болмай қалдық қой дейді, 10 000 теңгеге дейді. Интрига дейді. Давай сұрақ қойып та, достар, осындай кезде сұрақ қойып қалмайсыздар ма? Арбитраж деген сұрақ көп қой жалпы. Арбитражбен айналысып жүрген адамдар бар ма дегеніңіз, бағана біраз адамдар жалпы плюс қойып кеткен сияқты еді ғой. P2P-ға тіркеліп қойдым, ештеңе етпей ме? Жоқ, ештеңе етпейді. Минимально қанша теңгемен баса тағы бір оплата келіп тұрады. Қанша болды? 16 орын қалды. 16 орын? Иә. Азайып отыр ма? Иә, азайып отыр. Так, минимально қанша теңгемен бастаса болады дейді. Шамамен 300-400 мың бастауға болады. Так, жұмыс кешке жұмыстан келген соң істеуге болады ма, яғни түнгі уақытта? Әрине 24-те 7 жұмыс жасауға болады. Тағы 10 000 теңге келді. 15 адам. Тағы 10 000 теңге келді. Қанша? 14, иә. Так, қай банктен счет ашып қою керек дейді. Оны курстың барысында айтамыз. 20-сы бұйырса кездесем, сол кезде сұрайым дейді. Бұйырса ала жазса, иә. Так, үлкен суммаға тағы 10 000 теңге. 100 теңге салып жүрген ғой. 10 000 теңге тағы бір 100 теңге салып жүрген ғой. Так, үлкен суммаға консультация ала аламыз ба дейді. Просто онлайн қаз жібердім, да, 10К дейді. Конечно, конечно. Без проблем. Так. 5 миллионды мерчант істеуге болады ма? Әрине істеуге болады. Тағы 10 000 теңге түсті. Қанша орын болды? 12 орын болды ма? Так. Сұрақ қоямыз, достар, сұрақ. Қазақстанда бұл салаға запрет жоқ па? Жоқ, запрет жоқ. Банктерде блоктан айналысуға бола ма дейді. Банктерде блокта болсаңыз, қасыңыз жақыныңыздың атынан ашып сөйтіп жұмыс жасайсыз. Онлайн курста мерчант аккаунтпен сопровождение бола ма дейді. Жоқ, сопровождение мерчант аккаунтпен болмайды. Бұл жерде примерлар көрсетеді, және де сол мерчант аккаунттарды қалай арзанға алуға болады, жаңағыдай арендаға қалай алуға болады, және де сол мерчант аккаунтқа қалай 2-3 аптада жетіп алуға болады, соның схемаларын көрсетеміз. Тағы 100 теңге салып жүрген ғой. Сол адам тағы 100 теңге салып жүрген ғой. Каспиға картаға қалай жіберемін Каспиден дейді. Кәдімгі Каспиден Каспиға жібересіз. 44 00 43 02 12 30 84 04 деген нөмірге. Айттым ғой жоқ деп. Онлайн келесі потокта майда бола ма дейді. Иә, бұйырса. Бәрін алып тасташы, спам жазып отыр ғой. Бір күнде 5 миллионды қанша рет айналдыруға болады, новичоктарға жалпы бола ма? Үлкен сумма жалпы 5 миллион қанша круг жасауға болады бір күнде дейді, мерчантсыз дейді. Ол енді өзіңізге байланысты, жалпы негізі мен ойлаймын 1-2 круг жасауға болады деп. БЦК банк қалай ашылады дейді, курстың барысында айтамыз. Банктерде блоктан бола ма дейді. Жаңа ғана жауап бердім ғой. Так, мына жерде Нұркелді внутрибиржевой невыгодно, межбиржевой болмаса деп жазып жіберіпті. Жалпы сол внутрибиржевойдан да выгодный варианттарды көрсетеміз ғой. Рассрочка қалай алсақ болады дейді. Мына нөмірге 10 000 теңге жібересіз, одан кейін жоғарыдағы номерге жазасыз, WhatsApp нөмірге чекті жібересіз, и сіздерді жалпы рассрочкамен қабылдап алады. Международный связкаға шетелде адам обязательно керек па дейді. Жоқ, ол международный связкаға байланысты. Кейбір международный связкалар бар, дроп керек болатын. Кейбірлер бар, дроп керек емес.
Жоқ. Осы телефон номерге жіберсем бола ма дейді. Жоқ. Телефон номері емес, 4400 4302 1230 8404 деген нөмірге жібересіздер. Банктерде блоктан бола ма айналысуға Нұрсұлтан тағы жауап берем. Жақыныңның атынан счет ашасың, Binance ашасың, сол арқылы жұмыс жасайсың. Ең аз суммамен қаншамен айналысуға болады дейді. Шамамен 300 мың теңге шығар деп ойлаймын. Менің сұрағыма жауап берші дейді. Жауап бердім ғой жаңа. Күнде жалпы неше көру жасауға болады, максимум шегі бар ма дейді. Сіздің физически үлгергеніңізге байланысты деп айтайын. Тағы 10 теңге түсті. Қанша орын қалды? 12 орын қалды. Тағы 10 теңге түсті. 11 орын қалды, иә? Қалай қатыса аламыз дейді. Мына нөмірге жалпы 4400 4302 1230 8404 деген нөмірге 10 теңге предоплата жібересіз. Жоғарда 8307 379 69 80 деген нөмірге WhatsApp-на чекті жіберетін боласыз. Оффлайнға қазір орын жоқ, оффлайнға тек 2 майға ғана орын бар. Так, дроп деген не дейді? Дроп дегеніміз ол шетелдегі сіздің сенімді адамыңыз. Бағасы қанша курстың жаңа кірдім дейді. Бағасы 300 мың теңге. 10 орын қалды ма? Қанша орын қалды? 11 орын қалды. Россияда таныс бар, көмегі тиме екен осы салаға? Әрине теді. Так, тағы 10 теңге түсті. 10 адам қалды ма? Так. Ровно 10 қалды, в общем, ше. 10 орын қалды ғой ровно. Мен 10 минут бергенмін, 20 адам алды, 10 орын қалды. Жалпы қазір мен эфирді аяқтаймын осымен. Сіздер жалпы менеджерге жазып, онлайнға орын бар ма? Соны білсеңіздер болады. Бірақ 10 орын бар әлі. Жалпы оплата жіберіп, өздеріңіздің орындарыңызды алғашқылардың бірі болып броньдап қойсаңыздар болады. Рассрочканың барлығын сол жақта шешім қабылдап алатын боласыздар былайша айтқан кезде. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі вебинар барлықтарыңызға ұнады деген ойдамын. Сау саламатта болыңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын. Барлықтарыңыз қуаныштымын. Бүгін өте керемет вебинар болды. Сау саламатта болыңыздар.